Сыншы дос дегеніміз кім? Сыншы дос қандай адам болуы мүмкін? Тәлімгер, коучинг өткізген адам, оқытушы, жоғары оқу орнының қызметкері, әріптес, зейнеткер, мектеп кеңесінің төрағасы, мұғалім, кәсіби коуч. Сыншы дос қандай адам болуы мүмкін? Сіз сенетін және құрметтейтін, сізбен тығыз қарым-қатынаста болатын, сізге әділ, сыни кері байланыс ұсынатын, мұқият қадағалайтын, оң мен теріс жағын көре алатын, сізді тыңдайтын, қажетті деңгейде қолдау көрсетіп, міндет қоя алатын, сізді және сіздің мектебіңіздің, сыныбыңыздың жағдайын өте жақсы білетін және түсінетін адам. Өзіндік көзқарасын ұсынатын, қолжетімді адам. Сыншы достың бойында қандай қасиеттер болмау керек? Нұсқау беретін адам болмау керек. Проблеманың шешімін жылдам ұсынбау керек. Мін табуға асықпау керек. Мектептің ішкі ахуалын жақсы білемін деп таңдай сымау керек. Жұмыс тәртібін жеке өзі белгілемеу керек. Басқалардың беделіне нұқсан келтірмеу керек. Қорытындылай келе, сыншы дос үдерістің толық жоғары деңгейде жүруіне қолдау, көмек беретін, сол бағыттан толық хабары бар, сенімді адам болу керек.